Ассалаумағалейкум достар, бұл 90+7 YouTube арнасы, мен Әділет Ахметқалиұлы. Бүгін біздер Чемпиондар Лигасының ойындарын талқылайтын боламыз. Алдағы 2 аптада біздерде ширек финалдың ойындары. Осы ойындарға шағын превью жасаймыз, талқылаймыз, кімде қандай мүмкіндіктері бар, кім шыға алады, кім шыға алмайды деген сынды мәселелерді талқылаймыз. Видеоға өтпестен бұрын алдымен тіркеле кетіңіздер, лайк қоса кетіңіздер. Жалпы бұл видеоны достарыңызға бөлісіңіздер. Себебі менде әзірге бұл каналда, бұл арнада ешқандай демеуші жоқ, сондықтан сіздердің қолдауларыңыз ауадай қажет. Сонымен, алғашқы ойын Арсенал, Реал Мадрид. Бұл ойынға тоқталатын болсақ, не айта аламыз? Реал Мадрид жалпы қанша жылдан бері бұл турнирдің айқын нағыз фавориттері. Қандай кедергі болса да, қандай жарақалды алып кетеді. Ал Мадрид финалға жетсе, Мадридті ешкім жеңе алмайды. Бірақ нақты осы ойынға тоқталайық. Бұл ойында Мадридтің жағдайы қалай? Арсенал көбісі айтып жатыр, осы 1-8-ден кейін Арсенал мен Реал Мадридтің бір-бірімен ойнайтыны анықталғаннан кейін, әсіресе Мадридтің фандары не дейді? Арсенал бізге қарсылас емес, Арсеналды бірден тапап, езіп, жаншып өтіп кетеміз дейді деп айтып жатыр. Бірақ Арсенал соншалықты әлсіз команда ма? Соған бір тоқталып өту керек. Артетаның командасы жалпы әрдайым АПЛ-да, Ағылшын премьер-лигасында үздік командалардың бірі. Қанша жылдан бері 2-ші орын алып қалды, үнемі чемпион боламыз дейді, әзірге қолдары жетпей жүр. Бірақ осыған қарамастан Артетаның командасы өте бір сондай көз сүйсінетін ойындарын ойнап жүрген бәріміз көріп жүрміз. Осы матчқа Арсенал қалай кіреді? Жалпы Арсеналда да, Мадридте де жарақатпен жатқан ойынға қатыса алмайтын ойыншылар көп. Арсеналдың ішінен келетін болса, қазір оларда Калафиори жарақатта жатыр. Онымен қоса Қос Габриэль, біреусі Габриэль Магалhaes, екіншісі Габриэль Жезус жарақатта жатыр. Және Хаверц пен Томиасу жарақат бойынша ол ойынға қатыса алмайды. Атап өтетін мәселелер бұл екі Габриэльдің, Жезус пен Магалhaes'ің қатыса алмауы және Жезустың қатыса алмауы. Бұл жерде кішкене проблема бар деп айта аламыз. Енді ойынның өзіне келетін болсақ, Арсенал қалай ойнауы мүмкін? Жалпы Арсенал осының алдындағы ойында ПСВ-ны қатты жайпап өтті, 7-1 минутты бірінші ойында. Бірақ XG-ға қарайтын болсақ, мүлдем 7 голдың иісі шыққан жоқ ол жерде. 1-48 қателеспесем, немесе 2-48. Сондай азғантай XG шықты. Бұл ненің көрсеткіші? Бұл тепкен доптарының барлығы қақпаға кірді деген көрсеткіші. Бұл жерде Мадрид Арсеналға бұндай ойынды ойнатқызып қоя ма? Әлбетте ондай ойынды ойнатқызып қоймайды. Демек, бұл ойыннан біздер ешқандай прессинг, ешқандай бір қатты шайқас көре алмаймыз. Қазіргі тілмен айтқанда, бұл матч хайлайт көретін матчтар болмайды. Екі команда орта ойында допты жоғалтқан кезде бірден артқа мығым түрде өздеріне жатып алады. Менің өзімнің жеке ойым, Арсенал егер бұл ойында бұл жалпы екі қос ойынның нәтижесін алған кезде жартылай финалға шыққысы келсе, ойын үлгісін Атлетико Мадридтан алғаны дұрыс. Атлетико Мадрид Реал Мадридті тоқтата алатын бірден-бір командалардың бірі. Егер Арсенал артта 4-4-2-мен ойнайтын болса, қорғанатын кезде мығым 4 қорғаушы, 4 жартылай қорғаушыны алып ұстайтын болса, бірдеңе жасай алады. Бірақ Арсенал үнемі артта жата беретін команда емес. Сондықтан менің ойымша алға шығуға, өздерінің тез шабуылдарын жасауға тырысады. Осы жерде Мадрид оларды ұстап алуы мүмкін. Мадридқа келейік. Мадридте де жағдай мәз емес, жарақатпен жатқан ойыншылары көп. Оның ішінен атап өтетіндер бұл қақпашы Куртуа, қорғаушы Эдер Милитау, және де Себальос, Карвахаль, сонымен қатар Менди. Осы ойыншылар жарақатта жатыр. Куртуаның жарақатқа түсіп қалуы қиын, бірақ өткен маусымда Реал Мадрид не істеді? Куртуасыз финалға жеткен жоқ па? Жетті. Куртуамен финалды ең соңында, маусымның ең соңғы ойынға Куртуаны шығарып кубокты алды ма? Алды. Сондықтан Мадридқа ешқандай жарақат, ойынға қатыса алмайды деген бір-екі ойыншының жаңағы дайын болмауы ешқандай проблема, ешқандай қиындық емес. Мадрид өзінің ойынын ойнайды, шығады, және Мадридтің магиясы бар екенін білеміз. 85-ші минуттан дейін қосып қойып қарауға болады. 85-ші минуттан кейін Реал Мадрид өзінің ойынын жасап, бірдеңе істеп кетуі мүмкін. Сондықтан бұл алғашқы ойын Лондонда өтеді, екінші ойын Мадридте өтеді. Оның өзі де Мадридқа өте үлкен бір көмек.
себебі камбэктардың барлығы Сантьяго Бернабеуде орын алып жатыр. Қос ойынның нәтижесіне келетін болсақ, егер Арсенал келесі кезеңге өткісі келетін болса, өз алаңдарында Эмирейтста жақсы бір нәтиже жасап алулары керек. Жасады ма? Өтті. Жасай алмады ма? Бернабеуде өкінішке қарай болады. Бұл жұптың нәтижесіне, бұл жұптың болжамы мен өз ойыммен 55-те 45%-бен Мадрид келесі кезеңге өтіп тұр. Екінші ойын Бавария Интер. Бұл ойын туралы не ойлаймыз? Бұл жұпта да Арсенал мен Мадридтің жұбындағы сияқты жарақаттар бар, жеткілікті. Әсіресе Баварияның сапында жарақатпен жатқандар өте көп. Егер тоқталатын болсақ, Баварияда бұл ойында қатыса алмайтындар Бухман, бұл Коман, Дэвис, Ито, Нойер, Павлович, Памекано және Мусиала. Осы ойыншылар қатыса алмайды. Әсіресе алғашқы ойынға Нойердің қатыса алмайтыны кішкене Баварияға қиындық туындатуы мүмкін. Онымен қатар қорғаныштағы 4 ойыншының екеуі бұлар Дэвис пен Упамекано маусымның соңына дейін жарақат алып, ойындарға қатыса алмайды. Бұл не деген сөз? Бұл Интерға қосымша бір үлкен мүмкіндік пайда болды деген сөз. Қорғаныстағы 5 адамның 3-еуі, қақпашы мен 2 қорғаушының қатыса алмауы, бұл белгілі бір деңгейде артқа линиясы сыр береді деген сөз. Жалпы ойынға келетін болсақ, ойын қалай өрбиді? Бавария бірден белгілі Интердің қақпасының алдына жатып алады, Интерді өзінің қақпасына қадап, жабыстырып, жауып, сол жерде тұсап ұстайтын болады. Жалпы Баварияның өзінің ойын деңгейі осындай, үнемі осылай доминирующий футбол деп айтады орысша, доминантты түрде спаққалып ойнайды. Интер не істей алады? Интерға бұндай қарсылас өте қолайлы. Ең алғашқы ойында Нойердің қатыса алмайтынын есептейтін болсақ, бұл екеуі өздерінің сәтін тауып, 1-2 гол соғып алуға мүмкіндік аша алады. Екінші ойынға жарайды Нойер қатысады, Нойер шығады, бірақ та 4 негізгі қорғаушылардың екеуі қатыса алмайтындықтан бұл ойын қиынға соғайын деп тұр. Интерға келетін болсақ, Интердің құрамында да жарақат алғандар бар. Оның ішінен ерекше атап өтетіні Дюмфрис. Дензел Дюмфрис, біреулері Дамфрис дейді, маңызды емес. Бұл ойыншы алғашқы ойынға қатыса алмайды. Бірақ өкініштісі осы болғанмен жақсы бір жаңалығы Димарко оралды. Димарко ойынға шығады. Бұл жалпы Интерға қатты кедергі болады деп ойламаймын. Енді матчтың жалпы нәтижесіне тоқталатын болсақ, бұл жерде Интердің тәжірибесі көп, Баварияның да тәжірибесі аз деп айта алмаймыз. Тек қана үлкен бір факторлардың бірі бапкерлердің тәжірибелілігінде. Баварияны жаттықтыратын бізге белгілі Винсан Компани. Винсан Компани жақсы бапкер болуы мүмкін, заманауи бапкер, заманауи идеялары, ойлары, тактикалары бар болуы мүмкін, бірақ тәжірибенің аты тәжірибе. Чемпиондар лигасында алғашқы ретінде өзінің маусымын өткізіп отыр, бапкер ретінде, сондықтан қатты бір қысымның астында, үлкен прессингтің астында жартылай финалға өтпеу деген бір қыспақ тұрған кезде Винсан Компани нақты бір дұрыс шешімдер қабылдай алмай қалуы мүмкін. Ал футбол деген не? Футбол деген микро эпизодтардан тұрады. Бір микро эпизодта қате шешім қабылдады ма, Бавария содан оқтай ұшып кетуі мүмкін. Сондықтан бұл жұпта мен келесі кезеңге Интер шығады деп ойлаймын. Бұл матчта да менің өзімнің болжамым 55-те 45%-бен Интер келесі кезеңге өтіп тұр. Үшінші матч бізде Дортмунд Боруссия мен Барселонаның арасында өтеді. Бұл матч туралы не ойлаймыз? Жоғарыдағы 2 матчта сәл-пәл емес, кәдімгідей нағыз бір интригаға толы матчтар бар еді. Бұл матчқа тоқталатын болсақ, бір өте жоғарғы, бір қатты уайымдайтындай, ойбай кім ұтады екен дегендей бір интрига жоқ. Боруссия Дортмунд өткен жылғы Чемпиондар лигасының финалисті. Финалға дейін жетті. Өткен маусымда да оларды ешкім күткен жоқ, финалға жетеді. Бірақ нәтижесінде олар финалда ойнады. Жақсы ойнады. Бір шама адам оларға болысты, жанкүйер болды. Осы Марко Ройс алып кетсінші деген сияқты трофейін. Осы жылы бірақ қалай? Нәтижелер әкеліп бастауда. Бір керемет нәтиже емес, бірақ ойын өрнегінің өзгеруі барлығына белгілі болып көрініп тұр. Өткен соңғы Дортмундтың матчына тоқталатын болсақ, бұл жерде Дортмунд 3 қорғаушымен ойнады. Осы маусымда алғаш рет 2 латеральды қосып, атты 3 қорғаушы қалдырып отыр. Бұл да арнайы Барселонаға дайындалып жатырған бір өздерінің дайындықтар деп айтсақ болады. Латераль ойнады, бұл біріншісі. Екінші айтатын мәселе Нико Шлоттербек. Өмірінде алғаш рет бұрыштамадан доп асырып, матчта 5 рет доп асырғанда, оның 2-і ассистпен аяқталды. Бұл да бір жақсы бір
ашылған жаңалықтардың бірі деп айта аламыз. Және бұның барлығы не? Барселонаға қарсы дайындықтардың бірі. Боруссия бұл ойында менің өзімнің жеке пікірім, өзінің мықты қапталдарына ғана сене алады. Бұл жерде Карим Адейеми бар, бұл жерде Макс Байер бар. Осы екеуіне сенім артылады. Мықты жаңағы қапталдағы тез-тез шабуылдармен, контр қарымта шабуылдармен бірдеңе істеп кетуі мүмкін. Барселонаға келетін болса, Барселона ондай бір қатты жеңіліп қалатын команда болсана, меніңше шарты бар. Егер негізгі құрамға Араухо шығатын болса, біз білеміз, Араухо үлкен прессингтің астында қыспаққа түскен кезде қателіктер өте көп жасайды. Ал Араухо жіберген қателіктер, ол не деген сөз? Ол Барселонаның қақпасына тікелей қауіпті сәттердің көптеп болуы деген сөз. Ал Араухо шықпаса, Мартинес шықса, басқа да қорғаушылар шығатын болса, Боруссия ештеңе істей алмайды. Жалпы қанша жерден бұл жерде жасанды интрига туындатқанымыз келсе де, меніңше екі матчтада, қос матчтада Барселона ұтып шығады, және келесі кезеңге жартылай финалға өтуге Барселонаның бұл жердегі мүмкіндігі 70%-да 30%. Және соңғы ширек финалдық ойын бұл Пари Сен-Жермен мен Астон Вилланың арасында өтетін ойын. Сөздің ашығын айтайық. Астон Вилланы кім ширек финалда көреміз деп күтті? Кім күтті? Мен өз басым күткен жоқпын. Басқа күткендер бар ма? Білмеймін. Көбісі АПЛ-дан Манчестер Ситиді күтті, Ливерпульді күтті. Бірақ көріп отырғанымыздай Астон Вилла осы жерге жетті. Ненің арқасында? Соны талқылайық. Астон Вилла қысқы трансферлік ауысымда біраз дайындықтар жасады. Унай Эмери, айтпақшы Унай Эмери өзінің бұрынғы командасына қарсы ойнайын деп жатыр. Унай Эмери не істеді? Қысқы трансферлік ауысым кезінде Челсиден Аксель Дисасиді алды. Осы Пари Сен-Жерменнен Марко Асенсионы алды, Манчестер Юнайтедтен Маркус Решфордты алды. Бұның барлығы не үшін? Осы Чемпиондар лигасында жақсы өнер көрсету үшін. Нәтижесі қалай? 1-8-ден өтіп шықты. Жалпы ойындары қалай? Қақпада әлемнің ең үздік қақпашыларының бірі тұр. Мартинес білеміз, осындай матчтарда, кубоктың матчтарда, ақтық мәрелерде, осындай кезеңдерде жақсы тұрады, жақсы ойнайтын қақпашы. Қорғаныс легі жалпы сенімді қолда деп айта аламыз. Шабуыл бізді қызықтыратын мәселе Астон Вилланың шабуылы. Сөзсіз бұл матчта Пари Сен-Жермен Астон Вилланы қыспаққа алады, езіп тастайды. Осы тұста Маркус Решфордтың өнері Астон Виллаға ауадай қажет болуы мүмкін. Решфорд негізі Сульшердің заманынан бері Манчестер Юнайтедта сондай бір ойынға үйреніп қалған, бейімделген және соның бір хас шебері атанған. Бұл қандай ойын? Команда тайлы жағымен қорғанып жатқан кезде Решфорд өзінің сол қапталында бос тұрып, алға жіберілетін сондай бір пасты аңдып тұратын. Пас жіберілген кезде бос кеңістікте өзінің бақытын сол жақта іздейтін. Бос кеңістікте кетеді, ар жақта қорғаушымен 1-1, 2-1 қалған кезде емін-еркін алдап шығады, өзінің бір мүмкіндігін жасайды, өз-өзіне мүмкіндік табады, соққы жасайды, гол соғады. Сондай ойыншылардың бірі. Бұл ойында Пари Сен-Жермен ондай мүмкіндік бермейді емес, береді. Астон Вилла осы жерден өзінің бір мүмкіндіктерін аңдуы мүмкін және керек. Тағы бір ескере кететін ойыншылардың бірі бұл Марко Асенсио. Пари Сен-Жерменнің сапында ойнады. Бұл маусымға Пари Сен-Жермен енген кезде, осындай бір керемет маусым өткіземіз деген кезде Луис Энрике Марко Асенсионы өзімен бірге алуға келіспеді. Яғни өзінің құрамында көрмеді. Сондықтан Бирмингемге жіберді. Ал Бирмингемде Астон Виллада Асенсио керемет ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Егер Асенсио осы ойында кәдімгідей ызаланып, спорттық ызаға бой алдырып, Пари Сен-Жерменге сондай өзі өмірде ойнамаған ойын көрсетсе, ойын өрнегін көрсетіп, өзінің қазіргі командасын өрге сүйресе, Энрикеге кәдімгідей үлкен тосын сый болатындай болып тұр. Бірақ Асенсио қатты ойнап кетуі екі талай. Дей тұрғанмен Асенсио ондай бір нашар ойыншылардан емес, нәтиже жасай алады. Астон Вилла бұл ойында тек қана қарымта шабуылдарға сенім арта алады деп айта аламыз. Әсіресе Пари Сен-Жерменнің Ливерпульмен ойнаған қос матчынан кейін. Пари Сен-Жерменнің өзіне тоқталайық. ПСЖ-ның осы маусымдағы ойыны сиқыр ма? Сиқыр. Керемет ойнап жатыр ма? Керемет ойнап жатыр. Әсіресе Осман Дембеле. Дембеле бабында артық айтатын ештеңе жоқ. Ең мықты, ең үздік маусымын өткізіп жатыр. Және оның маусымы осы 1-4-те тоқтамай қойса екен деп өзімнің жеке сондай бір тілегім бар.
ойын қалай өрбиді? Ойын дәл Ливерпульмен өтіп өткен қос ойынның сценарийіне ұқсауы мүмкін. Әлбетте Пари Сен-Жермен Астон Вилланы өзінің басына қамап тастайды, өзінің айбалаңынан шыға алмайтынына қылып тастайды. Тек бұл жерде мән беретін нәрсе Астон Вилланың қарымта шабуылға шығып кетпеуін қадағалау. Осы қарымта шабуылдарын тоқтататын болса, Пари Сен-Жермен Астон Вилланы емін-еркін өтіп шығады. Дей тұрғанмен барлығы Астон Вилланы нашар команда деп жатыр, ары қарай 1-2-ге шығуға өзінің мүмкіндіктері өте төмендеп жатыр. Бірақ мынаны ұмытпайық. Футболда және әсіресе Чемпиондар лигасының ақтық сынында кез келген нәтиже, кез келген нәрсе орын алуы мүмкін. Бір соққы матчтың тағдырын шешіп кетуі мүмкін. Сондықтан Астон Вилланы бірден аутсайдерлардың қатарына жатқызу қате. Сол себепті бұл матчта енді 80-ге 20 Пари Сен-Жермен 1-2-ге шығып тұр деп айтпаймын, бірақ 60-ға 40%-бен Пари Сен-Жермен келесі кезеңге 1-2-ге шығуы тиіс. Сонымен достар, Чемпиондар лигасының 1-4 ширек финалындағы ойындарға білдірген менің пікірім осындай болды. Сіздің пікіріңіз қандай? Сіз бұл жұптарда кім шығады, кім келесі кезеңге өтеді деп ойлайсыз? Пікірлер бөліміне жаза кетіңіз. Мен барлығын оқимын, мен барлығына жауап беремін, қарап өтемін. Кемінде лайк басып кетемін сіздің пікіріңізге. Сондықтан жазыңыз, өзіңіздің пікіріңізді қалдырыңыз. Және сөздің соңында біздің бүгінгі видеоның локациясы осындай болғанына мән бермей ақ қойыңыз. Біз әзірге тұрақты бір студия таппадық, сондықтан әр видеода әртүрлі локация болуы мүмкін, бұған үйрене беріңіз. Және бұл видеоның шығуына бізге демеуші болған, көмекші болған деп айтайын десек, әзірге демеуші жоқ. Сондықтан қолдап өтіңіздер, арнаға тіркеліңіз, лайк басыңыз. Сіздермен бірге болған 90+7, мен Әділет Ахметқалиұлы, стадионда кездескенше.